Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тәттісі десерт десек те болады. Талқаннан жасалынатын жентті дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға талқанды салып, үстіне қант саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар болады. Мен қосатын боламын. Мейізді жылы суға жуып аламыз. Алдымен құрғақ қағаздың үстіне немесе осындай майлылықтың үстіне кептіріп аламыз. Содан кейін үстіне 70% немесе 60% сары майды отқа ертіп алып, талқанның үстіне құямыз. Бір ас қасық бал қосамыз, және бізге сгущенка қажет болады. Бұл жерде бал менен сгущенка қосатын себебіміз талқан мен майды бір-біріне біріктіріп, яғни қазір формаға келтірген кезде өз формасын ұстауға көмектесетін болады. Біз 3-4 қасық сгущенка қостық. Енді үстіне жаңа дайындап қойған мейізімізді қосамыз. Бірінші араластырып аламыз. Қасықпенен немесе осындай лопаткамен араластырсаңыздар болады. Енді қолымызбенен осылай бір-біріне барлығын біріктіреміз. Бізде құрғақ қоспа қалмауы керек. Барлығын жақсылап біріктіргеннен кейін формаға, арнайы формаларға салсаңыздар болады. Дөңгелек немесе кішкентай стакандарға, немесе төртбұрышты үйде контейнерлер болса, соған салып қатырып қойып, содан кейін кесіп алсаңыздар болады. Менде осындай силиконовый форма бар, осындай тортқа қолданатын. Осыған жасаймын. Үстіне салып бір шай қасықтан қазір кішкене морозильникке қатырып аламын. Барлығын салып болғаннан кейін морозильникке кішкене 10 минутқа қойып аламыз. Шыққаннан кейін жайлап ала берсеңіздер болады. Басы бірікпей тұрса, кішкене құрғақтау болып, кішкене сгущенка қоссаңыздар болады. Форма болмаса қолымызбен құрт секілді алақанымызбен жасай берсек болады. Наурыз мейрамы бәріңізге құтты болсын. Әр дастарханнан қазақтың наурыз күні табылатын ұлттық тәттілердің бірі жасап көріңіздер.